Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта Тото кошелек дегеніміз не, Тото кошелекті қалай қолданамыз, сол жайлы ақпаратпен бөлісетін боламын. Тото кошелекті мысал ретінде айтайын. Мысалға бізде Қазақстанда Народный халық банк бар ғой. Сол сияқты бұл Тото кошелек Қытайдың сол сияқты картасы. Яғни біздегі Народный халық банк сияқты болса, ол жақта Тото кошелек деп айтылады. Біздің личный кабинетте мына карта тіркейтін бөлімдегі стрелканы басатын болса, дәл осы жерде Тото кошелектің ақшасы тұрады. Мына 23.60 юань. Бұл менің Тото кошелегімдегі ақшам. Бұл ақшаны мен қалай жинадым, қазір сіздерге айтатын боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздерге плюс бір ақпарат. Яғни мен мына 23.60 юанды осы Pinduoduo сайтынан алған заттарыма жақсы пікір қалдырып, және де живой фото цифрлармен бөлісіп, басқа да адамдарға алуға кеңес бергенім үшін маған продавецтер 2-10 аралығындағы купондар береді. Яғни осы уақытқа дейін жиналған купондар саны 23.60 юан болды. Осы Тото кошелектің мен пароль қоятын болса, немесе скрытый қылатын болса, мына ең төмендегі 4-ші қатардағы 4 иероглифтен тұратын сөзге кірем. Мына жерде бірінші құлып тұрған сурет, бұл осы 23.60 юанды скрытый ету үшін. Мына жерге менің өзімнің паролімді енгізген болатын, соны жазу арқылы мен өзім пароль енгізем. Ол Тото кошелекке кіру жайлы. Қарап тұрсаңыздар, сәтті регистрация жасалды. Енді мынау астындағы көздің суреті. Бұл да осы, қарап тұрсаңыздар, мынау бағана 23.60 юан уже скрытый болды, ешкім көре алмайтындай. Енді мен осы Тото кошелекті сіздерге ішіндегі ақшаны Каспи картаңызға, яғни түсетіндей қалай жасауға болады, Тото кошелекті қалай жабамыз, қазір түсіндіретін боламын. Ол үшін ең алдымен настройка бөліміне кірем. Кірген кезде мына ең астындағы 4 сандық иероглифті басам. Мына жерде екінші қатардағы сұрақ белгісімен тұрған иероглифтер басамын. Яғни бұлар осы счет жайлы информациялар бөлімі. Осының үстін басам. Мына қарап тұрсаңыздар, 2 деген санның астында көк сілтеме тұр, Қытайдың иероглифтерімен. Соның үстін басам. Бұл яғни счетты өзгерту. Мына астындағы мына счетты басамын. Мен басып қойғанмын, сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Яғни мына птичка, галочка екінші қатарда тұру керек. Осыны басып, төмендегі 2 иероглифтен тұрған қызыл батырманы бассаңыздар, сіздердің уже карталарыңыз, яғни осы продавецтерден алған купондарыңыз сіздерге Каспи карталарыңызға немесе осы Pinduoduo сайтына қандай да бір картаға тіркеген болсаңыздар, сол картаға түседі. Оны қалай білесіздер? Мына жерде, мына төменде, мынау сізге Pinduoduo сайтынан алған Каспи картаңыз, мысалы, оплаталанады ғой. Сол кезде мына жүрекшемен сіздерге сообщение болып келеді. Сіздерге де осы Pinduoduo сайтынан алған, мысалға мұнаның барлық купондар менде 1 деп тұрған. Мынау да 1, 2 дегеннің барлығы купондар. Осы купондардың барлығы мен Тото кошелекке түскен болатын. Бірақ мен енді өзгерттім, ол маған тікелей Каспи картама түседі. Мен сіздерге алдыңғы сабақта осы купонды қалай аламыз, қалай пайдаланамыз, сол жайлы түсірген болатынмын. Ол сабақтардың сілтемесін описание бөліміне қалдырып кетемін. Баршаңызға түсінікті деген ойдамын. Назарларыңыз үшін рахмет. Каналыма тағы да тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздерге Pinduoduo сайтының бір фишкасымен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліңіздер. Сіздердің осы уақытқа дейін алған товарларыңыз, және де тағы да сол товарды алу үшін ол товар жоғалып кеткен болса, еш уайымдамаңыз. Ол мәселенің шешімін тапқанмын, және де сіздерге соны бөлісетін боламын. Мына личный кабинетте наушник тұрған суреттер, значок, соның үстін басам. Мына жерде жоғарыда оңға қарап тұрған крузовик тұр, соның үстін басам. Дәл осы жерде мен осы уақытқа дейін алған товарларымның барлығы осы страница ашылып тұрады. Яғни мен осы заттарға қайтадан тапсырыс беремін, немесе көру үшін осы страницаға кіріп,
мына жерде мына қызыл батырманы басам, есере кнопканы басам. Дәл осы жерде мына жерде қазір көрсететін болам. Мен осы свитерге кірем. Астындағы қызыл значокты басып, қайтадан картина бөліміне сақтаймын. Алатын болсам, мына жерде қызыл батырманы басам төмендегі. Мына жерде түсін және де астынан размерін таңдаймын. Солай төмендегі қызыл батырманы басып ала беретін болам. Сіздерде дәл осындай фишканы қолдану арқылы бұрын алған заттарыңызды қайталап көруге немесе қайтадан тапсырыс беруге болады. Тағы да бір фишкамен бөліскен. Мына жерде кішкентай балдардың аяғын батырмасы тұр, значок. Соның үстін басатын болсам, яғни мен осы уақытқа дейін көрген товарлар, яғни жоғалып кетпей, дәл осы страницада тұрады. Ешқандай товарлар жоғалып кетпейді. Яғни сіздің көрген товарларыңыздың барлығы дәл осы жерде тұрады. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Және де әлі Pinduoduo сайтының көптеген детальдарымен сіздерге ашық видео түсіретін болам. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген ақпараттармен бөлсем. Және де көбісі менен сұрап жатады. Мынау адресін бөлімі қайда кетті? Яғни Pinduoduo сайтында жаңада кішкене өзгерістер болған. Яғни сол себепке байланысты адрес тіркейтіндер өзгеріп кетті. Оны жоғалып кетті деп уайымдамаңыздар. Мына личный кабинетте тұрған жоғарыда менің Алина 874, яғни осы Pinduoduo сайтына тіркеген есімім болып тұр. Және соның астында адрес тіркейтін бөлім тұр. Дәл осы жерге сіздер адрес тіркейсіздер. Жаңа пост жайлы ақпаратпен бөліскен болатын. Если жаңа пост тіркейтін болсаңыздар, мына добавление адрес деген басасыздар, немесе өздеріңіздің қалаған карголарыңызды төмендегі мынау иероглифімен басып кіріп тіркейсіздер. Егер сіздерге тегін карго керек болса, мен сіздерге тегін беретін болам. Сау болыңыздар.